Ал былтыр елде 45 мың адам инсульт алған. Жыл сайынғы көрсеткіш 3 мың науқасқа артып отыр. Оның қаупі айтпаса да белгілі, енді осы дерттің алдын алудың мүмкіндігі бар ма? Осы маңызды сұрақ болып тұр. Осы себепті оқушыларда инсульт белгілерін бірден білуге машықтанып жатыр. Олар бәлкім ата-әжесінің немесе өзге де адамдардың өмірін сақтап қала алады. Бүгінге дейін осы интерактивті білім беру бағдарламасына 8 мың оқушы қатысқан. Атасының беті қисайып қалған, ал екінші атасының қолы істемей қалды, оның әжесінің дауысы дұрыс сөйлемей қалды. Маған сол қаһарманнан ұнады. Әлихан Бөкейхан мен оның сыныптастары инсульт жайлы біраз дүние біліп қалды. Дерттің алғашқы белгілерін жаттап алған. Науқастың жанынан табылса, бірден жедел жәрдем шақыру керектігін ұмытпайды. Бұған Фаст супер қаһармандары бағдарламасы сеп болды. Былтыр басталған пилоттық жоба жемісін беріп, қазір елдегі 50-ден аса білім ошағында сәтті қолданылып жатыр. 2024 жылдың қаңтар айынан бастап, еліміздің барлық өңірінен 36 мектеп жаңадан қосылды. Қазіргі уақытта бізде 5-ші апта жүргізіліп жатыр. Яғни бұл интерактивті білім беру бағдарламасы әр мұғалім өзінің сыныбына аптасына бір реттен сабақ жүргізіп отырады. Өзі 5 апта 5 сабақтан тұрады. Фаст 103 жаңағы супер қаһармандары әсіресе бастауыш сынып оқушыларына үйретіп жатырғанын мен дұрыс деп ойлаймын. Және де қолдаймын. Өйткені қазір біздер үлкендер өзімізде оның белгілерін білмей қалып жатамыз. Ал енді кішкентай балапандар мысалы немерем келгенде соңғы уақыттарда айтып жүр. Бетіме қарайды, ажарыма қарайды, не болып қалды. Үндемей қалсам тыңдайды. Осының бәрі өте жақсы жоба. Жобаны ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау орталығы жүзеге асырады. 5-9 жас аралығындағы балаларға арналған интерактивті білім беру бағдарламасы Қазақстанда ғана емес, әлемнің 20-дан аса елінде қолға алынған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының денсаулықты нығайтуға ықпал ететін мектептер жобасы аясында өтеді. Мұның маңызы зор. Біздің елде де жыл сайын 40 мыңнан астам адамға ми қан айналымының бұзылуы диагнозы қойылады. Ең бастысы, инсульт белгісі пайда болғанда уақыт оздырмау керек. Тромболитикалық дәрі ол 4,5 сағаттың ішінде ғана жұмыс істейді. Егерде бұл сағатқа науқастар симай қалса, жедел жәрдемді кеш шақырса, онда бұндай науқастарға біз нейрохирургтарды шақырамыз. Нейрохирургтар механикалық тромбоэктомия деген операцияны жасай алады. Бірақ та бұл да операцияның уақыты бар. Яғни ол 6 сағаттан 24 сағатқа дейін түскен ғана науқастарға біз бұл операцияны жасай аламыз. Тым кешіксе науқас мүгедек болып қалады. Тіпті жүрегі тоқтап қалуы мүмкін. Өкінішке қарай инсульт қатері жасамыста ғана емес, жастарда да жиілеген. Әсіресе созылмалы ауру бар науқастар дәрілерін уақытылы ішіп, салауатты өмір салтын ұстануы маңызды. Скринингтен өтіп тұру керек. Қазір елде 81 инсульт орталығы бар. Оның 62-сінде толыққанды ем көрсетіледі. Науқастарға тромболитикалық дәрі тегін беріледі, операцияда тегін. Мерей Мұратханқызы, Жандос Питабаров, 24 KZ.